Сәлем арна көрермендері, бүгінгі видео балмұздақ жайында болмақ. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Бұрында балмұздақ бай адамдардың ғана тағам болған, ал қазіргі таңда ол әрбір адам үшін қолжетімді. Көпшілік білмейтін ерекше фактілерді ұсынамыз. Ең қымбат балмұздақ алтын деп аталады. Ол ақш-та сатылады және оның бағасы $1000. Балмұздақты мыңдаған жылдар бұрын ежелгі Қытайда жасады. Еуропаға оны алғаш болып сол елде саяхатта болған Марко Поло келді. Оның негізгі тұтынушылары балалар және 45 жастан асқан адамдар. Дәрігерлер тамақ ауруларын алдын алу мақсатында осы тағамды жеуге кеңес береді. Жыл сайын әлемде 15 миллиард литрі тұтынылады. Құрамындағы ең маңызды компоненттердің бірі ауа. Мұзды балмұздақ далада қалып қойған сусынның арқасында пайда болған. Бірде кішкентай Фрэнк Эпперсон көшеде түтік салынған бір стакан сусынын ұмытып кетеді. Келесі күні таңертең ол сусынның тәтті мұзға айналғанын байқайды. Мұзды балмұздақтың жаппай шығарылуы тек 18 жылдан кейін ғана, яғни ересек Фрэнк дүкен ашқан кезде ғана іске асады. Балмұздақ дәмін көру үшін мамандар алтын қасықты пайдаланады. Алтынның дәмі және иісі болмағандықтан дегустатор мамандар балмұздақты бағалау үшін алтын қасықпен жеген. Басты өндіруші және тұтынушы Америка құрама штаттары. Орташа есеппен алғанда әрбір америкалық жылына 20 килограмм жейді. Ғалымдар ол адамның көңіл күйін көтере алатынын дәлелдеді. Сонымен қатар оны жейтін әйелдердің бала көтеру мүмкіндігі жоғары болады деген мәлімдеме жасады. Оның картоптан, сарымсақтан, пияздан, балық және тағы басқа тағамдардан жасалатын түрлері бар. Ең үлкен балмұздақ Канада елінде жасалды. Оның салмағы 10 тоннаны құрады. Эскимо деп аталатын түрін алғаш Кристиан Нельсон есімді кондитер жасап шығарды. Жазғы уақытта 1 минутта 20 балмұздақ сатылады. Әсіресе жексенбі күні сауда жақсы жүреді. 2007 жылы америкалық халық балмұздақтарға $12 миллиард ақша жұмсаған. Бұл тағамды француз императоры Наполеон Бонапарт және ақш президенті Томас Джефферсон қатты ұнатқан. Құрамындағы қант оның қорытылуын баяулатады. Жер бетінде ең көп таралған түрі ванильді балмұздақтар. Португалияда үй жануарларына арнап қантсыз балмұздақтар өндіріледі. Мексикадағы ең танымал десерт қуырылған балмұздақ. Ресейде балмұздақтан тұратын ақшақар жасалған. Оның биіктігі 2 метр, ал салмағы 300 килограмм болатын. Ең арзан тұратын түрі көмірден істелген.